Егер сіздердің үй алғыларыңыз келіп жүретін болса, онда мынандай бір моментті ескерсеңіздер. Мен мысалға бір кітаптан оқыдым, бір кісілер өздері кішкентай ғана үйлерін сатып, олар өздеріне әр баласына үшін үлкен 5 бөлмелі үй алғысы келген, және бассейн бар, есігінің алдында үй алғысы келген. Сонда олардың негізі өздерінің ақшасы оған жетпейді да, бірақ олар көз алдарына елестетіп, бізге осындай үй керек деп сұрай берген ғой. И содан күндердің күнде шынымен де олар дәл сондай өздерінің көз алдарына елестеткен үйді тауып, дәл сондай үйді еще сатып алған, сондай аз ақшасына ше. Сонда мен көп адамдарға, осы үй алғысы келетін адамдардың бәріне осыны айтатын едім да, жаңағы қандай үй алғыңыз келеді, тура соны көз алдыңызға елестетіңіз. Мен баяғыда квартира өте көп тұратынбыз біз. Сонда осы жаңағы Алматыдан Ақтауға көшетін кезінде мен өзіме көз алдыма қандай квартираға барып тұруымыз керек дегенді көз алдыма елестеттім. Оның бөлмелері кең болу керек, оның кухнясы кең болу керек, оның жаңағы кіреберісі және кладовкасы болу керек деген сияқты. Еще ыдыстары, төсектері, бүткіл қажет нәрсесін бәрі болу керек деп іздеп бардым. Мен іздеп барған алғашқы пәтер тура солай өзімнің ойлағандай квартира болып шықты. Бірақ сол кезде мен не істегенмін ғой, мен 5-ші этаж демей, ол 5-ші этаждан шықты. Сонда мен ойлағанмын ғой, сонда мен осыны сұраған кезімде алладан хотя бы 2-ші, 3-ші этаж деуім керек деп. Еще ол үйдің жаңағы коридорында дорожкалар болмады да. Сонда ол кісіге айттым, дорожкасын әкеп бересіз ба дедім. Жоқ, біз дәл осы күйі береміз, ештеңе әкеп бере алмаймыз деді. И сол кезде мен соны да ойладым. Мен сол кезде дорожканы да ойлауым керек деген сияқты. И сол секілді мен қазір мысалы тұрып атқан үйімде біз жаңағы 3 бөлмелі пәтер бәйтеректің түбінен деп айта бергенмін ғой мен. И шынымен де 3 бөлмелі пәтер бәйтеректің түбінен. Бірақ соны жаңа конкретно андай не істемегенмін, бөлмегенмін. 3 бөлмелі пәтер, евроремонтмен, жеке-жеке, кухнясы бөлек деген сияқты мысалға да, соның бәрі айтылмаған. И содан кейін маған как положено, бұрын 2-комнатный болған үйді 3-комнатный переделать еткен 3-комнатный үй мысалға бұйырды. Я менің сұрауыма байланысты. Көрдіңіздер ме? Мысалға бір кісі айтады да, мен деген кухнясының терезесі үлкен квартира керек маған деп айта берген ғой дейді да. И содан басқа бөлмелердің бәрі өзінің, оны да тоже айтқан, бірақ именно кухнясын айтады да. И сол өзім ойлағанды дейді, басқа бөлменің барлығы дейді. Бірақ кіреберісі тар дейді да. Мен сол кіреберісіне айтпаппын, кіреберісі кең болса екен деп айтпаппын дейді да. Сол секілді үй алған кісілердің көбісін сұрасаңыздар, айтады да, мен кіреберісі кең болса екен деп айта беріп едім. Шынымен де кіреберісі кең деген сияқты. Сол үшін де үй алатын кезде бәрін досконально ойлаңыздар. Сол кезде бәріңіз көз алдыңызға елестетіңіз, алла бұйырса дәл сондай үй сізге жолығатын болады.